Мактаулар пайгамбарыбызга сансыз салаваттар мен сәлемдер болсын. Бүгінгі сый Рахманның ең қымбат сыйларының бірі. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам былай дейді: "Мән солля алейя солатан, соллаллаху алейхи биха ашара." Муслимде жеткен хадис мағынасы: кім маған бір ғана салауат айтса, Алла оған сол үшін 10 салауат айтады. Яғни сен Аллахумма солли ва саллим аля саййидина Мухаммад ва аля алихи саййидина Мухаммад десеңіз, онда пайғамбарымызға бір-ақ рет айтқан осы салауатыңыз үшін Алла тағала өзі сізге 10 рет салауат айтады. Ал Алланың пендеге салауаты дегеніміз не? Оның жауабы мынау: бұл Алланың рахымы, кешірімі, дәрежесін көтеруі, құлының дүниеде де ақиретте де абырой беруі, жүрекке тыныштық пен сенімділік түсіруі. Яғни сен пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам бір-ақ рет салауат айттың, Алла саған 10 есе рахымын төкті. Алла тағала қасиетті Құранда Ахзаб сүресінде айтады: "Хуаллази юсолли алейкум ва малаикатуху лиюхриджакум миназ-зулумати илян-нур." Ол сондай Алла, ол сендерге және оның періштелері де сендер үшін салауат айтады, қараңғылықтардан сендер нұрға қарай шығуларың үшін деген. Ойлаңызшы, құрметті оқырман, қандай бақыт, қандай қуаныш! Алла өзі саған салауат айтады және күллі періштелер. Тағы да бір ұлы сый, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам былай дейді: қиямет күні оған ең жақын отыратын адамдар, оған ең көп салауат айтқан адамдар болады. Яғни пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам көп салауат айтқан адам қиямет күні оған ең жақын адам болады. Убай ибн Каабтың радиаллаху анху сұрағына назар салыңыз. Сахаба Убай ибн Кааб радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп былай дейді: "О Алланың елшісі, мен Алланы көп еске аламын, яғни Алланы көп зікір етемін. Сол зікірімнің қанша бөлігін сізге салауат айтуға арнайын?" деп сұрады. Бір риуаятта тіпті мен Алладан бір қажеттерімді сұрайтын, дұға ететін уақыттарым бар. Сол осы уақытымның қанша бөлігін деп айтқан. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Қаласаң әрине, бірақ одан да арттырсаң өзің үшін жақсырақ" дейді. Убай радиаллаху анху: "Екіден үшін арнайын ба сізге?" дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Қаласаң, бірақ одан да арттырсаң өзің үшін жақсырақ" деді. Сонда Убай радиаллаху анху: "Онда мен барлық зікірімді немесе барлық дұғамды сізге салауат етуге арнайын" деді. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам: "Изан тукфа хаммук ва юғфар занбук." Онда уайымдарыңның барлығы кетірілді дей бер, және күнәларыңның күллісі кешірілді дей бер деп сөйлейді. Бұл нені білдіреді, құрметті оқырман? Кімде-кім уайымға батса, өмірлік қиындықтарға тап болса, сынақ пен ауыртпалықтарға тап келсе, егер пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам көп салауат айтса, Алланың қалауымен сол уайымдардың күллісі шешіледі. Неге? Өйткені әрбір салауатта Алла саған 10 рет рахым етеді. Ал әрбір рахым дүниедегі бір қиындықтың жеңілдеуі немесе тіпті санамыз жетпейтіндей көлемдегі қиындықтардың жеңілдеуі. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде уәде етті: оның шафағатына ең жақын адамдар оған ең көп салауат айтқан адам болады деді. Салауат періштелер арқылы пайғамбарға жеткізіледі. Оны да пайғамбарымыз өзінің хадисінде Алла тағала оның қабірінің қасында арнайы періштелерді жаратқанын бізге айтты хадисте. Сен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтқанда, сол періштелер барып: "Уа Алланың елшісі, пәленше немесе түгенше сізге салауат айтып жатыр" деп хабарлайды. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сенімен амандасып, саған жауап береді, саған дұға етеді. Сахабалар сонда сұрайды: "Уа Алланың елшісі, салауатымыз сізге қалай жеткізіледі? Ал сіздің денеңіз жерге тапсырылған соң ше?" деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған былай деп жауап берді: "Инна Аллаха харрама алал арди ан таъкула аджсадал анбия." Расында Алла жерге пайғамбарлардың денесін жеуге тыйым салған. Әхлі сунна ғалымдарының айтуынша, күллі пайғамбарлардың денелері қабірлерінде шірінейді. Ол сенің салауатыңды сезеді, саған жауап береді, саған дұға етеді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам неге осының бәрі? Неге осыншама сый, осыншама сауап? Өйткені пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам көп салауат айту адамның жүрегін оған қатты байланыстырады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың ең сүйікті құлы, ең кемел үлгі бізге. Ол алейхиссалату вассалам мейірімді, әділ, пайдалы, көркем мінезді, әр жүректе із қалдырған тұлға. Алла тағала Құранда Ахзаб сүресінде айтты: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Расында сендер үшін Алланың елшісінде көркем үлгі өнегелер бар. Бірақ адам оны үлгі тұта алмайды, егер оған жүрегімен байланып, оны сүймесе.
ал салауат осы байланыстың құпиясы. Әрине, соңғы айтар ұлы сыйымыз пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде тағы сүйіншіледі. Юхшарул мар'у ма'a ман ахабба. Бухари мен Муслимде келген керемет сахих хадис. Адам қиямет күні кімдерді жақсы көрсе, солармен бірге тіріледі деп. Егер сен пайғамбарымызды алейхиссалату вассаламды көп салауат арқылы сүйсең, оған байланып жүрсең, қиямет күні онымен бірге боласың. Өзім үшін де, сіздер үшін де соңғы өсиеттер: күн сайын кем дегенде 100 рет пайғамбарымызға салауат айтыңыз. Сонда оған деген сүйіспеншілік артады, мінезіңіз көркемденеді, жүрегіңіз тазарады, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға ұқсай бастайсыз мінез тұрғысынан. Бұл рахманнан келген ең ардақты сыйлардың бірі. Қабыл алыңыз, құрметті оқырман.